Әйтеке би туралы әңгімелер. Әйтеке бидің айтқаны. Төле би мен қаз дауысты Қазбек ертеректе өлген бір кісінің құнын даулап, кіші жүзге келеді. Дау бірнеше күнге созылып, екі жақ келісе алмайды. Бір күні есік жақта отырған бір жігіт: «Асқар тау, сенде бір мін бар, асу бермейсің. Тасқын су, сенде бір мін бар, өткел бермейсің. Билер, сендерде бір мін бар, басқаға сөз бермейсің» деп тұрып кетеді. «Шақыршы анау қара жігітті», дейді Қазбек би. Жігітті шақырып келген соң: «Шырағым, қай баласың? Аты жөнің кім?» дейді билер. «Әкемді сұрасаңыз жетесіз, шешемді сұрасаңыз некесіз, туа салған бір баламын. Тегімді сұрап нетесіз?» дейді жігіт. «Балам, сөзің жетті. Енді төрелігін айтып, осы дауға өзің ие бола ғой» дейді Төле би. Сонда қара жігіт түрегеп тұрып: «Алты атасын арқалап жүргенді сіздерден көрдім. Жеті атасын жетектеп жүргенді сіздерден көрдім. Ескеріп кеткен дау екен. Бірақ құр қайтсаңыздар, ағалық назаларыңа қалармын. Ердің құны 100 қара қой. Кіші 100 санын 100-ге толтырып, тайынша торпақ берсін. Соған разы болыңдар» дейді. Екі жағы да осы төрелікке тоқтап, разыласып тарайды. Бұл Айтекенің жас жігіт жағында айтқан бір төрелік екен. Төле би мен Әйтеке бидің төрелігі. Төле би мен Әйтеке би Орманбет биге Қасқакөл дауы жайлы хат жазады. Орманбет екеуіне хатпен жауап қайырады. Халық жиналып, бірі олай, бірі былай сөйлесіп, ақырында үй тігіп сөйлесуге келседі. Қасқакөл жағасында 20 үй тігіледі. Орманбет келіп, Төле мен Әйтекеге сәлемдеседі. Сонда Төле: «Ей Орманбет, мен әлі тірімін, өлгем жоқ. Бұдан бұрын неше сәлем айтсам да келген жоқсың. Ер кетер, жер жетер. Ей Орманбет, сен бізден кіші боласың. Сен ілгері барасың, біз кейін келеміз. Сен жас едің, көңілдегіңді аларсың» дейді. Әйтеке де Төленің сөзін қостап: «Бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін. Батыр болсаң, дұшпанға найзаң тисің. Бай болып пайдаң тимесе, батыр болып найзаң тимесе, жұрттан ала бөтен үйін күйсін» деген. «Бізге кейінгілер осыны айтама деп қорқамын» дейді. Сонда Орманбет: «Екі би, айтқан сөзің жарасады. Еншіге әркімдер-ақ таласады. Бұл Қасқакөл орта жүздің көлі еді. Айтқандарың қиянатқа жанасады. Қанағатсыз билерді қабан деген, қамшылатқан жүйрікті шабан деген. Біреудің ақысына зорлық қылса, ақыретте мұндай істер жаман деген» дейді. Төле би айтады: «Ей Орманбет, сен бізге Қасқакөлді бер. Қасқакөл рас саған жақынырақ. Бардан пайда, жоқтан залал деген. Не берсе қайырын тілеп көріңіз. 300-дің ортасында Қасқакөл бар. Әр жерде су ішетін басқа көл бар. 3 бөліп енші қылып алсайық, жер жетер, көңіліңді ұстаматар». Үшеуі олай сөйлесіп, былай сөйлесіп келісе алмайды. Орманбет екі биге ырық бермеген соң Төле қатты сөздер айтады. Дау бітпей, Орманбет еліне қайтады. Үйіне келген соң даудың мән жайын бастан аяқ сөйлейді. Сонда Орманбет бидің анасы: «Балам, қарт билерді бекер ренжіткен екенсің. Әлі де болса тілімді алсаң, Қасқакөлді бөліп бер» дейді. Анасы айтып қоймаған соң Орманбет көнеді. Үй тігіп, 9 бие сойып, Төле мен Әйтекені шақырады. Сонда Төле би: «Билер жақсы болса, білім иесі батыр даты. Жаман болса, сал бөкселі қатын даты. Әйел жақсы болса, елдің басшысы емес пе? Бұрынғылар осылай демес пе? Қасқакөлді алам деп келіп едім. Орманбет бермеген соң өліп едім. 70 жасқа келгенде сөзім жерде қалып, мәңгіде тірілмейтін өлік едім жеңгей. Мені тірілттіңіз. Енді балаңызға бата берейін» дейді. Сөйтіп билер Қасқакөлді ынтымақпен бөлісіп, ел ризаласып тарқайды.